Баршаңызға сәлем, менің ардама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 15 минутта дайын болатын осындай керемет үгітілмелі печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Ардама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз осылай бөлме температурасында тұрған сары майымыздың үстіне крахмалымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Және де үстіне осындай сахарный пудра саламыз. Қопсытқымызды саламыз. Тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Мұны осылай жақсылап араластырып алдық. Ендігі үстіне осы бір дана жұмыртқамызды саламыз. Осылай жақсылап барлығын біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Ендігі ұнымызды 2-3 бөліп салатын боламыз. Міндетті түрде 2-3 бөліп салып, барлығын жақсылап біріктіріп араластырамыз. Өте керемет рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоның астына описаниеда толық рецептін жазып қоятын боламыз. Ол жерден көре аласыздар. Мұны барлығын осылай жақсылап араластырып жатырмын. Өте керемет, бір-бірімен жақсы бірігіп, қолға жабыспайтын керемет әдемі қамыр шығады бізде. Мына осындай болып керемет қамырымыз шықты. Жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын, илегіш болып келетін өте әдемі қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліп алғаннан кейін барлығын дөңгелектейміз. Бұл печеньені әртүрлі формада дайындасаңыздар болады. Өзіңіздің фантазияңызбен қарап жасасаңыздар болады. Мен осылай бірнеше бөліктерге бөліп, дөңгелектеп дайындап алдым барлығын. Осылай барлығын дайындап алдық. Мен осындай жапырақша формада формочкам бар. Сол формаға осылай қамырымды жабыстырып, әдемілеп формасын шығарып, жапырақ печенье дайындадым. Сіздер өзіңіздің қалауыңызбен, өзіңізде бар формамен дайындасаңыздар болады. Жай ғана дөңгелектеп, үстінен вилкамен басып, әдемілеп озор шығаруға да болады. Мұны осылай жан жақтарын үстінен басыңқырап, жан жағынан осылай артық қамырларын алып, мұны осылай басыңқырап, формамыздан осылай қамырымызды жайлап аламыз. Мұны өзіне өте әдемі, керемет жапырақ печеньеміз дайын болды. Барлығында осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Мұны осы жан жақтарынан артық қамырларды алып тастаймыз. Өте жылдам, оңай рецепт, жылдам жасалатын печеньелердің бірі. 5-дің шайына жасай қойсаңыздар, тез дайын болатын печеньелердің бірі. Мұны осылай барлығын үстінен басыңқырап, әдемілеп. Мұны осылай барлығын дайындап аламыз. Біздің печеньеміздің барлығы дайын болды. Енді осыдан 180 градуста 15 минутта пісіріп алатын боламыз. 15 минут толық пісіп шығады. Осындай әдемі асты-үсті қызарып керемет болып шығады. Үгітілмелі өте жұп-жұмсақ керемет печеньенің рецебті. Міндетті жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий білдіруді ұмытпаңыздар. Және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Келесі видеода кездескенше баршаңызға да рахмет.